Ғылым процесс репликации нуклеиновых кислот целиком зависит от работы ряда ферментов деп деннің жүру кезеңін 4 бөлікке бөледі. Енді осы 4 бөліктегі ғылым мен қазақ түсінігінің жақындастығын нақтылайық. ДНК полимерезы түрік. Ғылым ДНК полимерезы ферменты, осуществляющие синтез белка деп ғылыми дәлел келтірсе, қазақ ДНК полимерезы деген түрік дейді. Түрік сөзін талдайық. Түр лицо приподнимай. Ірік фермент. Сонда лицо приподнимающие фермент деген ұғым шығады да, түрік деген халық деген түсінікті білдіретін сөз емес, керісінше ақтың ішінде болатын ақпараттар ағымын бір жүйеге салатын ден заңдылығы болып шығады. В клетках ғылым. В клетках содержатся 3 различные формы ДНК. Полимерез. Все они обладают синтезирующей активностью и способны удлинять цепи ДНК в направлении 3-5, последовательно прибавляя по одному нуклеотиду к 3 к концу цепи. Репликацию ДНК осуществляет ДНК полимереза А. Исправление поврежденных участков ДНК осуществляет ДНК полимереза 2, ДНК полимереза 1, ДНК лигазы. ДНК лигаза – это ферменты, катализирующие образование фосфодоэфирной связи между 3 и 5 концами фрагментов ДНК дейді. Қазақ түсінігіне осы терминдер былай сәйкес келеді. ДНК полимереза А қастүрік, ДНК полимереза 1 қыртүрік, ДНК полимереза 2 қартүрік, ДНК лигаза кірік. Кірік сөзі объединить, сварить, катализировать болып аударылады. ДНК лигазының анықтамасымен кірік сөзінің мән-мағынасын салыстырсаң, ғылыми түсінік пен қазақ түсінігі астаса қабысып тұр. Демек, қазақ түсінігінде де осы аталған заттар бабаның жетіспей тұрған кемшін жерлерін жетілдіріп, жеткереді деп нақтыланады. Кейде біздің тарихи деректерімізде қастүрік, қыртүрік, қартүрік, кірік деген сөздер кездесіп қалып, дау-дамай шығып, дауласып жатамыз. Қазақ осы сөздерді құдіретті деп есептеп, ауылға, жерге, тағысын тағыларға атау беріп, бұл сөздердің Анадолының түріктеріне, тюрктарына еш қатысы жоқ қазақ дүниетанымының ұлы сөздері және ғылыми түсінік екенін ұғатын уақытта келер. РНК-ның құдіретті 2 бөлімі туралы ойда айтпай кетсек, дәлел орнын таппайды. Осы қазақша аудармамызды ғылыми терминдердің орнына қойсақ, сонда репликация түрік, қастүрік, қыртүрік, қартүрік, тұрпаң, қимақ, кірік обеспечивает высочайшую точность воспроизведения генетической информации в поколениях клеток и организмов в целом, то есть реализует одну из основных функций нуклеиновых кислот ДНК сохранение генетической информации деген ұлы ұғымды білдіретін дүние таным болып шығады. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы 71-72 беттің аралығы.